Тораңғылы тоғайды аралап ағатын өзен, ерке бой жеткенде сықылықтай күліп, мың бұрала өзгеше өрнек салды. Тастан тасқа секіріп, көбік шашқан өзеннің беті сан алуан суретке толы. Әсемдік әлемінің бар бояуын шашып тұр. Оқта текте әр жерден шоши көтеріліп, су бетіне жарқ етіп шығып, қайта сөнгіп кетіп жатқан шабақтардың жарқылы елегізген көңілді селк еткізеді. Қалай дегенде де өзенде өмір сарыны бар. Ширатады, шынықтырады, жігерлендіреді, құлшындырады. Ми қайнатар ыстықтан қашып келді ме, әлде тылсым табиғаттың келісті көріністерінен тояттап, өрекпіген жүректің дүрсілін басқысы келді ме, кім білсін, бір жігіт өзен бойындағы орындыққа таңертең келгеннен ымырт үйірілгенше тапжылмай отырады. Жігіттің жүрегін жұлқындыратын не жағдай? Оған осыншалық төзімділік қайдан біткен? Адамдар кейде айналасындағы аласапыран арпалыстардан, күнделікті күйбең тірліктің тәппішінен мезі болып, оңашалықты ұнатады. Жалғаннан бас кешіп, жападан жалғыз қалғысы келеді. Бірақ жалғыздық жаратқанға ғана жараспас па? Сонда мына жігіттің адамдар арасынан жырақтап, оңашалана беретін несі? Жігіт селт етпестен отыр. Көзін бір нүктеге қадап алған. Тіршілік атаулыны тәрк етіп, өз әлеміне еніп кеткен жігіт жан-жағына ақтарыла күліп, даудырай сөйлеп өтіп бара жатқан тынығушыларды да елең қылмайды. Қиял құсының қайда, қай биікке көтеріп кеткенін өзі біледі. Сырт көзге ол орындыққа танып тастаған адамдай көрінеді. Жігіт екі қолын тізесіне қойып, қыбырсыз отыр. Қалтасындағы ұялы телефоны қанша шырылдап жатса да, саңырау адамдай мыңқ етпеді. Өзен бойына шомылуға келіп жүргендер осы күнге дейін оның бет-жүзін анықтап көре алған жоқ. Кісі киіктеніп, үнемі тынығушылардан жырақ отыратын, оны сырттай білетіндер ендігі елемейтін де болды. Осылайша сыртқы әлемнің сырғақтап, өзімен өзі терең ойда батып отырған кезде, ту сыртынан «Сәлематсыз ба аға» деген қоңыраудың сыңғырындай әдемі үн селк еткізді. Жігіттің көңіл кептері басқа ғаламда шарлап кеткен еді. Ту зау-заңғар биіктен, кіршіксіз таза әлемнен жын-жыбыры аралас жерге түскеніне жігіт кәдімгідей қамығып қалды. Бірақ мұнысын сездіргісі келмей, амансың ба айналайын деп тіл қатты. Бойжеткен жүрісінің сыбдырын сездірмей, көгершіндей қалықтап келіп жігіттің жанына келіп отырды. Жігіттің мұрнына қыздарға ғана тән балғын да жұпар иіс келді. 17-18 жастағы бойжеткен шығар деп ойлап үлгерді ол. Демалып отырсыз ба? Жігіт тағы да мойын бұрмастан басын изеп, «Иә» деді. Қызға жігіттің тым ұяңдығы қызық көрінді. Жанына тал шыбықтай бұралып бойжеткеннің өзі келіп тұрғанда, бозбала басын бұрмас па? Осы судың соңынан екі сыныптың жігіттері ала өкпе болып жүгіргелі қашан. Мұны бейтаныс жігіт қайдан білсін? Менсұлу өзінің аса ажарлы екенін жақсы білетін еді. Ақ борықтай сұлу мүсін, тұнжыр көз, шие ерін, қиғаш қас, құмырсқа бел, кеседей төңкерілген қосанар, толқынды шаш, қаз мойын, бота тірсек. Айнаға қараған сайын бойжеткенді де ерекше қуанышқа бөлейтін. Айналасындағы құрбылары да оның осы сұлулығына сұқтана қарап, ажарының айдай екенін құлағына сіңірген. Ал мына жігіт меңіреу ме, зағип па, нағыз иіс алмастың өзі ме, елең етпегені қалай? Бойжеткеннің бойында бір бұлқыныс бұрқ етіп, оянып шыға келді. Оның қорлану, әлде кектену екенін өзі де білмейді. Қарай көр өзін. Менсұлудың қайткенде жігітті бір сілкіп алғысы келді. «Ау, естисің бе өзің?» деді дауысын қатайтып. «Тыңдап тұрмын», деді бейтаныс жігіт міс бақпаған қалпы. «Құлағым бар екен-ау әйтеуір?» «Бар сияқты». Бойжеткен сыңғыр етіп күліп жіберді. Жігіт енді оның мазалау үшін келмегенін сезді.
пәк көңілді бойжеткен сөйлеп кеп кетсе, ұжымындағы сөзуарлардың талайын айтыс-тартыста сазға отырғызып кететін жігіттің шеберлігін қайдан білсін? Жігіт сонда да оны босқа әуре еткісі келмеді. Бәлкім баласында. Менде не шаруаңыз бар? Бұл қыздың күтпеген сұрақ еді. Мектепте ғой, жігіт сымақтар мұның әр басқан қадамын аңдып жүреді. Менсұлу олардың біреумен әлдеқандай себеппен сөйлесе қалса, жігіт өзін сол күні шексіз бақытты сезінер еді. Тосын жолыққан тұнжыр жігіт мұны қайдан білсін? Мына қыз шолжан да емес, ерке де емес, бірақ бойында бір батылдық, еркіндік бар. Ақылды қыз болар деп ойлады жігіт. Бойжеткен жігіттің бетіне бажайлай қарады. Сонда ғана жігіттің бетіндегі бетперденің жүзін толық бүркеп тұрғанын аңғарды. Қыз шошынып, шегіншектеп отырды. Бірақ жігітке қорыққанын сездіргісі келмеді. Сіз қарақшы емессіз бе? Менсұлудың аузына басқа сөз түспеді. Жігіт күлді. Иә, дұрыс айттың, қарақшымын. Сен сияқты жалғыз жарым жүрген қызды ұстап аламын да. Бойжеткен шашына айқайлап орнынан ұшып тұрды. Қорқып кеттің бе? Жігіт езу тартып күлді. Шошытып жібердіңіз ғой. Шошыма, қарақшы емеспін. Онда неге бетіңізді түгел тұмшалап алғансыз? Қыздарды қорқытайын деп. Бұл жолы да қыз сыңғырлай күлді. Қорқытатын кезі тапқан екенсіз. Несі бар? Қарақшылар түнде жүреді, ал сіз? Мен күндізде ұрлық жасай беремін. Ұстап алады ғой, мейлі. Мені ұстап алыңдар деп жүрген сізді ғана көрдім. Бұл жолы жігіт үн қатпады. Айнала тым-тырыс. Бойжеткен жігіттің бетіне үңіле қарап, таңырқап отыр. Менсұлу шыдай алмады. Сіз осы жерде кімісіз? Иә, жақын маңда тұрамын. Аға, бетпердені бұлай тақпайды ғой. Ауыз бен мұрынды ғана тұмшалайтын бетперделер бар. Кез келген дәріханада толып тұр. Оны білемін. Мен инфекция көзіме түспесе екен деймін. Менсұлу иығын қиқан еткізді. Көздерін бақырайта ашып, аға, инфекция көзге түсуші ме еді? Деп сұрады түкке түсінбей. Індеттің түрі жаман, қырып барады ғой түге. Иә, солай деп келісті Менсұлу. Бірақ індеттен сақтану үшін ауыз бен мұрынды ғана жауып жүру жеткілікті. Сосын мынадай тамылжыған табиғат пен саф ауада бетперде киюдің түкке де керегі жоқ. Сен солай ойлайсың ба? Иә, қыз жігіт пердесін шешетін шығар деп ойлады. Бірақ ол мызғымай отыра берді. Терлеп кетпей қалай шыдап отыр екен деп ойлады қыз. Жігіт кенет ойына әлдене түскендей басын көтерді. Сен өзі қанша жастасың? Жуырда мектеп бітіреміз. 17-18 екен ғой. Бұл кезде қыздар осындай қиялшыл келеді деп ойлап қойды жігіт. Оның есіне қарындасының бойжете бастағандағы мінезі құлқы түсті. Өзіне қатты еркелеуші еді. Бала сияқты алысып-жұлысып ойнай беретін. Қалай жоғары сыныпқа өтті, солай еркелігі сап тыйылды. Ұрлық жасаған адамдай өз-өзінен қуыстана беретінді шығарды. Ал құрбысы үйге келсе, одан шешен, одан көңілді адам таппайсыз. Оңаша бөлмеге кіріп алып, сықылықтап, әлденелерді айтып ұзақ отырады. Бұрын күнделігін тексертіп тұрушы еді, бүгін де сөмкесіне жан жолатпайды. Қыз құпиясы 40 қатпарлы, мың иірімді. Қазақ қызым үйде, қылығы дүзде дейді емес пе? Расында олар сыртта ашылатын шығар. Біреулерге тиіскісі келіп тұратын болар. Жігіт осыны ойлап. Сенің атың кім? Деп сұрады. Менсұлу. Несі ғажап? Атынды айтамын да. Біздің сыныпта менің атымнан да керемет есімдер бар. Мысалы Айару, Айзере, Жанерке, Ақбілек, әдемі емес пе? Әдемі. Сенде атын ажарлы. Кей қыздарды бетіндегі мені суландырып тұрады. Сенің де бетінде мен бар шығар. Бойжеткен ұялып қалды. Сонда жігіт осы кезге дейін мұның ажарына зер салмағаны болды ғой. Қыз қымсынғанын сездіргісі келмей. Әжемнің қойғаны ғой дей салды. Әжең ақылды екен. Оны қайдан білдіңіз? Саған Менсұлу деп әдемі ат қойғанынан.
Иә, менің әжем дүниедегі ең жақсы адам. Менсұлу балаша қуанып қалды. Онысы жарқын шыққан үнінен аңғарылды. Сонымен сіздің атыңыз кім? Бетперделі жігіт деп сұрады Менсұлу едәуір үнсіздіктен соң. Болатбек. Өзі Болаттай берік әрі бек. Сіздің де әжеңіз жаман адам болмады. Екеуі қосарлана күлді. Күн қырдан асып, көк шоқының үстіне жайғасты. Әлден соң көкжиекке қарай қисайып, нұры шоқтана күлгін тартты. Айналаға қоңыр көлеңке түсіп келе жатты. Тоғай қалың тұман құрсауында қалғандай қалтырай бастады. Жағалауда асыр салық ойнап жүрген балалар әлде қашан үйлеріне қайтып кетіпті. Тоғай ішінен сыбдыр естіледі. Қалып кеткен сиыр әлде ешкі ме екен? Қоңырқай көлеңке төңірекке көңіл құлазытар қорқынышты әкеле жатты. Тек өзен ғана ештеңені елең етпей, өзінің сылқ-сылқ күлкісімен баяу ағып жатыр. Табиғат та, адамдар да өзгереді. Өзен ғана өзін жоғалтпайды екен, деді Болатбек. Қандай ғажап, сіз философ емессіз бе? Қайдан? Әдемі айттыңыз ғой. Тылсым табиғат құшағында отырып, әдемі сөйлемеу мүмкін бе? Менсұлу, рас айтасыз, дегендей басын изеп қойды. Кеш түсті, күн батты. Сен үйіңе қайтпаушы ма едің? Деп сұрады Болатбек. Иә, қайтам ғой. Бірақ қыз асыққан жоқ. Болатбек екеуі тастан тасқа секіріп ойнаған су сыбдырын тыңдап тұрды. Енді мен қайта берейін, деді Менсұлу. Иә, қайта ғой. Үйдегілер де іздеп жатқан шығар. Менсұлу жігітке қолын бұлғап, жүгіре басып тоғайдан шығып бара жатты. Болатбек орнынан тапжылған жоқ. Менсұлу тоғайдан шыға артына бұрылып қарады. Соға қарап телмірі отырған жігітті көріп, іші уылжығандай болды. Неге үйіне қайтпайды? Әлде маған өтірік айтты ма екен деп ойлады. Жұмбақ жігіт көзден таса болғанша жүрегі қырғыл алас ұрып тарсылдаумен болды. Ендігі сәл бөгелгенімде бәлкім ол мені де бұдан әрі ойлағысы келмеді. Алдан ауылдың самаладай шамдары жарқ ете қалғанда ол бойын билеген үрейден оңай серпілді. Қызық, бағана құрбыларымен бірге қайта бермей жалғыз отырған жігіттің жанына неге бардым? Қай құдай мені айдап барды деп ойлап келе жатты. Неге екені белгісіз, бүгінгі кездесу ойынан шықпай-ақ қойды. Әлденеге елеңдеп, жүрегі дүрсілдеді. Менсұлу бойын белгісіз бір қуаныш кернеп келе жатқанын сезіп қайран қалды. Япыр-ау, мұндай да болады екен-ау. Жүрегі құрғыр неге өрікпейді? Шешесі әдеттегідей тұлданып қарсы алды. Әй, кеш баяғыда түсті, қайда жүрсің, а? Әлде тоғайдағы жын шайтанмен жасырынбақ ойнадың ба? Сиырлар сені күтіп мөңіреп тұр. Бар да сау, деп қолына шелекті ұстата берді. Кешкі тамақ үнсіз ішілді. Әкесі ауылдың жаңалықтарын айта бастап еді, шешесі тыржың етті. Бұл сенің мылжың әңгімеңді тыңдауға құлқым жоқ дегендегісі. Әкесі кесесін төңкеріп сыртқа шығып кетті. Осының бәрі сенің кесіріңнен дегендей ағасы алара қарады. Енді тоғай жаққа аттап баспаспын деп ойлады Менсұлу. Сол түні ол ыдыс аяқ жинап, одан соң имтиханына дайындалып кеш жатты. Таң ата түс көрді. Тоғай аралап келеді екен дейді. Ала сиыры тағы да тоғай ішінде қалып қойыпты. Шыбықпен шып-шып ұрып жүріп, тоғайдан әзер шығарды. Сүтімді тағы да қақтап сауып алармысың дегендей ала сиыры мұны қуып кеп берсін. Қашып келеді, жүрегі атқақтай соғып жатып оянып кетті. Осындайда түс болады екен-ау деп өз-өзінен күлді. Немене жетісіп ыржиып отырсың? Сабағыңа бармайтын ба едің? Деп бөлмесіне шешесі кірді. Апатай, қазір міне деп Менсұлу орнынан қарғып тұрды. Мұны да бойжеткен қыз дейді-ау. Шешесі бетін шымшылады. Түс түлкінің тезегі болмай шықты. Ала сиыр тағы да өрістен қайтпай жатыр. Ағасы жұмысынан оралмаған, інілері ойнап кеткен, сіңлісі болса жетімде ғана. Ала сиырды тауып кел, қарасаң келгір осы сиырақ тоймайды екен, деп шешесі қолына көк шыбық ұстатты. Ол өзіне таныс соқпақпен тоғай ішінде келе жатыр. Өзен момақан күйінде бір қалыпта ағып жатыр. Ойын қызығына берілген ауыл балалары содан шықпапты. Өзеннің түйе тайлау жерінде балалар бір-біріне су шашып ойнап жүр. Кенет ол кешегі орындықта өзенге тапжылмай қарап отырған
бет перделі жігітті көріп іркіліп қалды. Қаққан қазықтай қатып қалыпты. Қап, аяруды ерте шықпағаным-ай деп ойлады. Менсұлу тұнжыр томсарып келе жатты. Ол шаруаның бар азабы өзінің ғана қабырғасына батып жүргендей ауыр күрсінді. Неге күрсінесің? Ту сыртынан шыққан үнге селк етті Болатбек екен. Аға, әлі отырсыз ба? Отырмағанда қайда барамын? Үйіңізге қайтпаймысыз? Оған әлі ертерек. Қараңғы түсіп кетеді ғой. Маған сол қараңғысы керек қой. Жұртты шошындырып қайтемін. Менсұлу жігіт отырған орындыққа барып жайғасты. Болатбекке қолын ұсынды. Алақаны жып-жылы екен. Жігіт жібергісі келмегендей қыздың қолын ұзағырақ ұстап тұрды. Болатбек пен Менсұлу ұсақ-түйекті сөз етіп біраз отырды. Неге екені белгісіз, бойжеткен кеше ғана танысқан, әлі де жұмбағы көп жігітке бауыр басып қалғандай. Көңіл жайлауында гүлденіп, әзиз бейнесі өмір бақи көз көкейінен көшпейтін жандар болады. Әңгімелесе келе бойжеткен жүрек тұсында тобықтай бір түйін пайда болғанды аңғарды. Бетперделі жігіттің әңгімесі оны баурап бара жатты. Аға, менің ойымша, сіз бекерден бекер бетперде киіп жүрген жоқсыз. Мұның сыры неде? деп сұрады ол алғаусыз адал көңілмен. Ол жұртшылықтан жүзін жасырып жүретін жігітті аяды ма, әлде оның осыншама азапқа төзіп жүрген сабырлығына қайран қалды ма, бұл арасын өзі де терең түсіне алмады. Күн тағы да аясына қонғалы еңкейіп бара жатты. Көкжиекті қызғылт шапақ өртке орады. Қыздың бойы тоңазыды. Сен жаурап тұрсың ғой, деді Болатбек. Жігіт оның иығына костюмін жапты. Бойжеткен ерекше бір жылылықты сезінді. Әлден соң Менсұлудың төсіне әлдеқандай бір қатты зат тигендей болды. Ол еріктен тыс костюмнің ішкі қалтасына қол салды. Фото сурет екен. Әйелдерге тән қызығушылықпен ол фотосуретке үңілді. Міне ғажап, қайратты жасың артқа қарай толқындада сілкіп тастаған бүркіт көзді, қыр мұрынды, келісті жігіт пен аса ажарлы ару бір-біріне бас түйістіре күлімсіре қарап тұр. Япырай, мынадай да жарасымдық болады екен-ау. Жігіт пен қыз адаспай бірін-бірі қалай тапқан? Кешегінің төлегені мен қыз жібегі, батыстың Ромеосы мен Джульеттасы, шығыстың Фархаты мен Шыры осындай болар деп ойлады Менсұлу. Неге екені белгісіз, қыздың өн бойын белгісіз бір ағын аралап өтті. Ол қос ғашыққа қайта қарады. Біз бақыттымыз деп тіл қатқандай болды. Суреттегі жігіт пен қыз. Бұдан әрі Менсұлу шыдай алмады. Аға, мына жігіт пен қыз кім? Үні жаршақтанып шықты. Костюм қалтасындағы суретті айтасың ба? Иә. Болатбек судың сыңғырына құлақ тұрып отыра берді. Бойжеткеннің денесі бір ысып, бір суыды. Айтсаңызшы, сол күні Болатбек жұмысына кетіп бара жатты. Кенет ол көмектесіңдер деген ащы дауысты естіп состиып тұрып қалды. Әлден соң байқады. Келесі көшедегі бір үйден будақ-будақ түтін шығып жатыр екен. Қою түтін мың бұрала құбылып аспанға тік шаншыла көтеріп жатыр. Ойлануға уақыт жоқ еді. Болатбек өрт шыққан үйге қарай жүгіре жөнелді. Адамдар едәуір жиналып қалыпты. Бірі шелек іздеп, екінші су іздеп сасқалақтап жүр. Өрт сөндірушілерге қоңырау соғыңдар, жедел жәрдем шақырыңдар. Мұндайда кей адамдар қолдан түк келмесе де ақылман болып кетеді емес пе? Бей-берекет бұйрық беріп, онсыз да қорқыныштан есеңгіреп қалғандардың дегбірін алып тұр. Іште адам қалып кетіпті. Адам, құтқарыңдаршы, айналайындар. Бір кейуана жүрелеп отыра кетті. Болатбек бұдан әрі шыдап тұра алмады. Терезені бір түйіп сындырды да бет шарпыған қып-қызыл бөлмеге сіңіп бара жатты. Қайтеді-ай мына жігіт, өлетін болды-ау бейшара, өрт сөндірушілер келгенше күте тұрса болмас па еді, деп тағы бір кемпір сылқ етіп құлап түсті. Алапат өрттің жалыны бет қаратпай тұр еді. Қып-қызыл жалын жолындағысының бәрін айдаһардай жұтып күлге айналдырып барады. Оның үстіне ащы түтін тұншықтырып, көзді ашытып, түк көрсетпей тастады. Болатбек айналасынан ештеңе көре алмады.
от оранған бөлмеге кіруін кіріп алып, не істеп не қойғанын өзі де түсінбеді. Кенет оның құлағына көрші бөлмеден жылаған сәбидің үні естілді. Ол отты жарып өтіп, сол бөлмеге ұмтылды. 3-4 жастағы сәби бір бұрышта бүк түсіп жатыр. Болатбек қолына іліккен көрпемен сәбиді орады да терезеге қарай жан ұшыра жүгірді. Ғажайыптың өзі осындайда пайда болар кетеді емес пе? Ол қып-қызыл отты тағы да жарып өтті. Сәбиді сыртта тосып тұрған адамдардың қолына ұстата салған ол, аждаһа ажалдың аузына тағы да сүңгіп кетті. Түкпірдегі бөлмеде тағы бір жанның қалып қойғанын ол әлде бір түйсікпен сезген еді. Расында, сол шетте түтінге тұншыққан бойжеткен талып жатқан болатын. Құтқарушы жігіт естіген оқығанын еске түсіруге тырысты. Мұндайда өрт құшағындағы бөлмеде қалып кеткен адамды суға шыланған көрпешемен орап алса, оған көп зиян келмейді. Бірақ дәл қазіргі айдаһар тілінде жалындаған қып-қызыл шоқтың ортасында мұндай мүмкіндік қайдан болсын? Ол қолына іліккен әлденемен сылқ түсіп жатқан адамды орады да, көтеріп алып, тағы да бар күшін сала сыртқа ұмтылды. Алдыңғысындай емес, бұл жолы көтеріп алғаны зілдей көрінді. Кенет ол әлденеге сүрініп кетіп, оңбай құлады. Сонда да орнынан серпіле көтеріліп, қызыл жалын құрсауынан тезірек құтылып жолға жанталасты. Оның алдында тозақ оты күтіп тұр еді. Болатбек есін арада бірнеше күн өткенде аурухана бөлмесінде жиды. «Мен қайдамын?» деп сұрады ол, тіл аузына сыймай қансып шөлдеп жатып. Болатбек өн бойынан қақсап қатты ауырып жатқаны сезді. Бет-аузын дәкемен орап тастапты. «Аға, Аллаға шүкіршілік етіңіз. Су ішерлігіңіз бар екен, аман қалдыңыз» деген мейірбикенің жұмсақ үні алыстан талып естілгендей болды. Ауру төсегіне таңылған жігіт тағы да есінен танып қалды. Азапты да ауыр күндер тасбақа табандап тұрып алды. Арада бір айдай уақыт өткенде оған бір бойжеткен келді. Қолында шағын пакеті бар. Бұл өзі құтқарып алған Жанерке болатын. «Аға», деді ол дауысы дірілдеп, «мен сізге қарыздармын. Өмірімді сақтап қалдыңыз». «Қарыздар емессің, қалқам. Мұны әркім-ақ жасар еді. Азаматтық борышымыз ғой. Осындайда бір-бірімізге қол ұшын бермесе қашан береміз? Келгенге рахмет». Қыз көп бөгелмеді. «Тезірек сауығып кетіңіз, аға. Тағы да келем ғой». «Әуре болмай-ақ қой, айналайын, өміріңді сақта». Бойжеткен тіл қатқан жоқ. Болатбектің жастығын биіктетті де қолынан ұстады. Нәзік саусақтарының ұшынан тараған жылу жігіттің 62 тамырын қуалап бара жатты. Болатбек өзінің сүйген сұлуы Ақжарқынды ойлады. «Ақжарқынды содан кейін көрген жоқсыз ба?» Болатбек селк етті. Мен сұлу оған қадала қарап тұр екен. «Жоқ, бір рет келді де менің от шарпып құбыжыққа айналған түрімді көріп қайта жолаған жоқ. Жуырда естідім, күйеуге шығыпты». «Жанерке ше? Оның не жазығы бар? Соларды құтқарамын деп қып-қызыл шоққа түскен өзім. Ешкім қинаған, итерген жоқ». Жанерке артынып-тартынып бірер мәрте келді. «Кейінгі келгенде сен қарызыңнан құтылдың, бұдан бұлай келе берме» деген. Есі бар қыз екен, мені тыңдағысы келмеді. Ақыры мені ауруханадан шығаратын күн келіп жетті. Жанерке келмей тұрып ауруханадан шығып кеттім. Ол мекен жайымды білмейтін еді. Мен сұлу ауыр күрсінді. Болатбек оның ұшы-қиыры жоқ тұңғиық ой тереңіне батып кеткенін сезіп отыр. Әлден соң мен сұлу әлдене айтуға оқталып барып іркіліп қалды. «Не сұрайын деп едің?» «Іркілме, сұра», деді Болатбек. «Аға, қалай ойлайсыз? Махаббат деген не осы? Өзі өмірде бар ма, жоқ па?» Сұрақты қоярын қойып алып, бойжеткен қымсынып отыр. Оның тұла бойы ысып бара жатты. Қай қисынға салып қарасаңыз да, махаббат деген қол жетпес арман, көз жетпес шырқау шын болмас па? Ал іс жүзінде махаббат дегеніміз еске алуға да тұрмайтын алдамшы сезім екен. Кейде тіпті жеркенішті де көрінеді. Кейде махаббатты адамдар хайуани қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ғана пайдаланатын секілді.
махаббатқа барынша адал, жүрегімді түсінеді, жанымның бір бөлшегі деп аспандағы айға балап жүрген ақ жарқын маған қандай опа берді. Соншалықты жойқын махаббатпен, тіпті кешегі алапат өрттен де ыстық жалынмен беріле сүйгенде, ақ жарқын мені кімге айырбастап кетті десеңші. Бетіне дейін семіріп, кесірлік пен кесапаттылықтың батпағына белшесіне батқан бақа тамақ әлдекімнің етегінен ұстады-ау. Махаббат дегеніңіз осы болса, бұл малға ғана лайық жексұрын, жан тыныштығы мен тән ләззаты ғой. Менің махаббат деп жүрген мөлдір әлемім, сенімім осымен бітті, күйреді. Болатбек осы ойларды санасына өткергенде санаулы-ақ секундтар өтіп еді. Ол санасын соншалықты салмақпен езіп жаншқан ауыр ойдан арыла алмады. Былыққан өмірдің бітіспес ыланы оған тағы қандай сыйын ұсынар екен. Маңайға аспаннан қара қошқыл көлеңке салбыра түсіп келе жатты. Менсұлу мұңға батып ұзақ отырды. Жігітті жұбатарлық сөз таппады. Сен үйіңе қайтпадың ба? Иә, солай екен-ау. Қайтайын. Ендеше сау бол. Сіз де сау болыңыз. Ертең де келесіз бе? Келейін бе? Әрине. Қыз тоғай ішіндегі сиыр соқпақпен жүгіре жөнелді. Осы кезде жерге тырс-тырс етіп тамшы тама бастады. Өзен суына түскен бұршақтай тамшылар секектей жөнелді. Су бетінде шоршып, түрлі өрнек салған тамшылар талдырмаш қыздың үркек көңіліне жұбаны сыйлағанымен, көркем көрініс көкірегіне таяныш бола алмады. Бой жеткен жігіттен ұзай беріп құмығып жылап жіберді. Ол Болатбек жайлы ойлады. Оның аянышты өмірі, баянсыз махаббаты, алдағы бұлыңғыр өмірі жаны жегідей жеді. Жігіттің бастан кешкен оқиғаларын ойлаған сайын өмірдің мәнін, түнде сан құбылып ерекше сұлулығы мен сиқыры мен өзіне шақырып тұратын махаббат деген әлемнің мың қатпарлы құпия мен жұмбаққа толы болатынын, қысқа ғұмырдың күреске толы екенін түсіне бастағандай. Бүгін ертең аттестат алып, үлкен өмірге енді ғана қадам аттамақ болып тұрғанына қарамастан, бой жеткен өзін өмірдің басқа есігінен аттағандай сезінді. Өзен жағалауында олар жиі кездесіп қалып жүрді. Менсұлудың жігітке бауыр басып қалғаны сондай, кейде үйіне қайтпай, Болатбектің әңгімесін тыңдап отыра бергісі келетін. Енді біз қоштасамыз, деді бірде Болатбек күтпеген жерден. Менсұлу антарылып тұрып қалды. Екі ұдай сезімге беріліп кеткен ол әлден соң есін жиып: "Сіз қайда кетпексіз?" деп сұрады. "Бетіме пластикалық ота жасату үшін кезегімді күтіп жүр едім. Міне, соның хабары да келді. Жуырда шетелге ұшамын", деді Болатбек. Мұндайда не айту керек екенін Менсұлу әкесінен талай естіген. "Ақ жол тілеймін, ем шипа болсын. Рахмет айналайын, сен де армандаған оқуыңа түз тілектеспін." Қыз қимастық сезіммен жігітке ұзақ қарады. Болатбек бұл бір жігіттердің қатарынан еместі. Ол бойжеткеннің бойындағы алақұйын арпалыс сезімді бірден ақ сезді. "Суретімді көрдің ғой, сол қалпыма қайта келемін, сосын қызметіме кірісемін", деді толқып. "Мына өзен жағалауы сізді дейтін болады", деді Менсұлу. "Жабығып жүргенімде жаныма жалау болған жағалауды қалай ұмытамын? Келіп тұрамын ғой. Жағалауды табасыз-ау, ал мен ше?" Менсұлу бұл ойын ашық айта алмады. Тұнжыр көзіне терең мұң ұялапты. Әуежайда Болатбектің қалта телефонына дын етіп хабарлама келіп түсті. Менсұлу екен. "Аға, маған бір ғана сұлулық жетеді. Ол сіздің жан сұлулығыңыз." Болатбектің алабұртқан көңілі орнына түсіп, көкке көтеріңкі көңіл күймен көтерілді.